Бисмилля, альхамдулилля, құрметті Конфес.Теміртау парақшасының оқырмандары, Теміртау қаласының жастары, Теміртау қаласының тұрғындары және қонақтары, және де осы парақшаны әрдайым қарап бақылап отыратын көрермендер. Әдеттегідей бүгін біз сіздерге тікелей эфирға шығып отырмыз. Бұл жерде діни мәселелерді қозғаймыз, ағартушылық, танымдық ақпараттарды қалдырамыз. Осы тікелей эфир осы парақшада сақталады. Осыдан қарап көріп алсаңыздар болады. Және де бөлісіп қойыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз қазақтың салт дәстүрі, қазақтың ырымы шариғатқа қайшы ма, қайшы емес пе? Яғни шариғатта бар ма деген сұрақ. Елдің көкейінде көптеген осындай сұрақтар мазалап жүреді. Және де өзін ханафи мазхабымыз деп жүргендер, діннен сәл де болса хабар бар мешіт жағалап жүрген азаматтардың өзі қазақтың ырымы кейбіріне сенуге болады, кейбіріне сенуге болмайды, дінге қатысы жоқ деген сияқты алып қашпа әңгімелерді айтып жүргенін білеміз. Енді осыны шамамыз жеткенше ашып, бұл қаншалықты дұрыс, немесе қаншалықты бұрыс екеніне мән берейік. Ата-бабамыздың ырым тыйымдары шариғатта бар ма деген сұрақ, осындай мәселені біз бүгін көтеретін боламыз. Өздеріңіз білесіздер, қазақ жерінде, жалпы Орта Азия жерінде тарихқа қарасақ, кеңес өкіметі кезінде 74 жыл кеңестер одағының бодандығында болған мемлекеттерде, қай мемлекет болсын, дін тыйылған заман болатын. Яғни дін опиум деп айтатын заман болғандығын. Яғни дін мүлдем жоқ, қандай дін болсын, ислам діні болсын, христиан діні болсын, бұл діндерді тыйылған заман болатын. Осы кезде еліміз өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды, дінімізді қалай алып қаламыз деген ойда болған. Содан кейін өзіміздің дәстүрімізге дінімізді кіргізіп, ата-бабамыз ұят болады, обал болады, жаман болады деген осы үш сөзбен бүкіл шариғатты кіргізіп, осы үш сөзге ұрпақ тәрбиелеген. Мысал үшін, түнде үй сыпырма жаман болады, күлге дәрет сындырма жаман болады, алас белесте далаға шықпа жаман болады, кір ыдыспен дәм татпа жаман болады деген сияқты көптеген тыюлар айтқан. Бұны дін ба деп сұралған кезде, сол кезде бұл біздің дәстүріміз. Яғни бұл біздің дәстүріміз болғаннан кейін біз осы тыйымдарды айтамыз дейді. Ал енді Тағлиму Тағлим деген кітаптың шархы, Тафхимул Мутафахим деген кітапта осы тыйымдардың шариғат шеңберінде бар екенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім түнде үй сыпырса, немесе алас белесте далаға шықса, ата-анасын атымен атаса, жуаның пияздың қабығын отқа тастаса, ол кедейлікке әкелетін себеп деген хадистер бар. Осы шариғатта бар дүниелерді біз қарап өзіміздің дәстүрімізде кездестіреміз. Енді тағы да бір шариғи шеңберде үлкен кісілердің ухлама деп айтып жатқанын білеміз. Ауырғанда ухлама деп жатады, не болмаса шаршағанда ухлама деп жатады. Осы мәселеде не болады дегенде жаман болады деп айтып жатады. Енді бұл неге жаман болады? Бұның астары не дегенде, Жауһару Таухид деген кітапта ғалымдар ух деген сөз, ол не? Шайтанның аттарынан бір ат дейді. Яғни кімде-кім ахлап ухлайтын болса, ол шайтанды шақырған болып есептеледі деп ғалымдар тұжырым жасаған. Сонда ата-бабамыз ухлап жамандық шақырма дегені,
шайтанды шақырма дегені. Осы сияқты көптеген ата-бабамыздың ырымдары, кейбір жаман болады деген дүниелері көбінесе шариғаттан алынған және ата-бабамыз дана болған. Осы заттарды өзіміздің дәстүрімізге кіргізіп, бұны бойымызға сіңірген. Осындай ырым-тиымдарды барлығын жоққа шығармай, ең бірінші зерттелеп, оны мамандардан сұрап, бұрынғы тарихшылардан сұрап, зерттеп барып тұжырым жасау керек. Неге десеңіздер, біздің ата-бабамыз сонау 8-9 ғасырдан бері дінде болған. Содан бері біздің діндегі шариғи үкімдерді дәстүрімізге кіргізген және діни дүние дәстүрге айналып, шариғатымыз бір тұтас ұғым болып кеткен. Сондықтан біздің ата-бабамыздың істеген дүниелерін қате немесе жоққа шығару бұл ұрпақтың тәрбиесіздігі, бұл ұрпақтың ата-бабасының даналығын танымауы. Құрметті жастар, біздер ата-бабамыздың жолымен жүруіміз керек. Олар бізге қандай өсиет қалдырып кетсе, сол өсиетті әрі қарай ұрпаққа жеткізуіміз керек, аманат етіп. Сонда біз еліміз де, жеріміз де, дініміз де, салтымыз да, тіліміз де, дәстүріміз де осы қазақ елінде қалады деген сенімдеміз.